Ислам діні білесіздер, барлық осы адамның қоршаған саласының барлығын қамтып өтеді. Қай сала демеңіз, сол саланың барлығында исламның ережесі бар. Ал енді сөйлеу мәнерінде де ереже болмай қайтсын. Жоғарыда айттық қой, адам бір ыдыс деп. Енді ойлаңыз, сол ыдыс ішінде не барын білгіңіз келе ма? Сол ыдыстың ішінде не барын білгіңіз келсе, сол ыдыстың төгіліп атқан нәрсесін көресіз. Егер ол адамның қол аяғынан жақсы нәрсесі шықса, онда ол адам жақсы адам. Жан жағына құйылып атқан ыдыстан не нәрсе төгілсе, соған қарай баға береміз. Сіз бенен бізде сондай. Егер сіз өзіңіздің мен өмірде қандаймын, кіммін, жұрт енді сіз туралы, біз туралы әртүрлі сөз айтады, дұрыс па? Біреу жамандайды сізді. Болмағыр екенсің дейді. Кейде өмірде түңіліп кететін сәтіңізде болмайды ма? Рас қой, қысылып кетесіз. Осы деп өзіңнен өзің тоятын, өз-өзіңе сыймайтын уақыттар келеді. Ал осы кезде өзіңізге қоятын сұрағыңыз бар. Мен кіммін? Жақсымын ба, жаманмын ба? Көп адам жүрегіне қарап айтсыншы. Қандайсыз? Жақсыз ба, жамансыз ба? Шын айтыңыз. Біреудің алдында мақтанайын деп тұрған жоқсыз. Сіз ақалайын деп тұрған жоқсыз. Жазаланайын деп тұрған жоқсыз. Рас қой, кімсіз? Қай жағындасыз? Соған ғалымдарымыз айтады. Сіз егер қандай екеніңізді білгіңіз келсе, салған ізіңізге қараңыз дейді. Жан жағыңызға қалдырып атқан ізіңізге қараңыз. Егер сіз жан жағыңызға балағат сөз, ұрыс, жанжал сыйласаңыз, онда кім екеніңіз белгілі болды. Ал егер сіз жан жағыңызға көркем дүние сыйласаңыз, артыңызға қалдырған ізіңіз көркем дүние болса, онда сіз жақсысыз. Жұрт не десе о десін. Жұрт сіз туралы қалай айтса да өзі біледі. Әркім өз тіліне қожайын. Бірақ егер сіз өзіңіздің жаныңызға және артыңызға көркем із қалдырсаңыз, онда сіз жақсысыз. Осы іздің біреуі қол аяқ, ал ең маңыздысы бүгінгі тақырыбымыз бұл тіл. Сіз өзіңізден кейін және жан жағыңызға жақсы сөзді болсаңыз, онда сіздің ішіңізге толған нәрсе жақсы. Неге айтамын? Осы қазіргі дүниеде көп адамдар бар. Бір нәрсе болса, барлығымызда сол қасиет бар, білесіз, бір адам туралы, мына қалай еді өзі десе, бірінші орында о кісіні жамандауға дайын тұрамыз. Бірден, ана пәленше қандай еді десе, ол кісі болмағыр адам. Екі адамның жамандап атқанын көріп отырып, үшінші сіз болсаңыз, қосылмай отырамайсыз. Бәрімізде бар бұл қасиет. Екі адам біреуді жамандап атса, үшінші отырады да, бәсе, өткенде мен де көріп қабаймай, осы бір дұрыс емес адам деп шыға келеміз. Ал енді ойлаңыз, сіз не төктіңіз қазір? Аузыңыздан қандай сөз төгілді? Жақсы нәрсе ма, жаман нәрсе ма? Егер жаман нәрсе болса, онда сіз әлі өзіңізбен жұмыс жасауыңыз керек болған адамсыз. Сіз әлі кемелдікке жетпедіңіз. Көп адамдар өзін көкірегін соғып айтады, мен әппақпын, мен тап-тазамын, жүрегім ақ, өзім таза дейді. Онда сіздің жан жағыңыздан қалдырған із белгі береді.